Шағым айтқыш адам сіздің күш қуатыңызды тауысады. Біз біреудің шағымын тыңдай берсек, жағдайымыз не болмақ? Біздің өмірде түйткіл көп. Ондай нәрсе таныстар мен туыстарда да көп. Олардың бірдеңеге, не біреуге деген шағымын тыңдауға тура келеді. Бір жағынан қарапайым көрініс. Адамдар шерін тарқатып, ішін босатқысы келеді. Ал екінші жағынан үнемі біреудің шағымын тыңдай беру біздің күш қуатымызды тартып алады екен. Жақындарыңыздың қайғысына ортақтасу жақсы. Шынымен ахуалы нашар болған кезде сөйту керек. Ал үнемі шағым ести беру өзімізге зиян. Ал тыңдамайын десең, шағым айтқыштардың көзінде тас жүрек не өзімшіл жан боп көрінген келмейді. Сондықтан мұндай жағдайларды терең түсініп, қайсысы өмірге зиянын тигізетінін, қайсысына дұрыс жауап қату керегін анықтап отыру маңызды. Шағымды неге тыңдауға болмайды? Мұндай адамдар өз өмірін қарғап сілейді, өзін құрбандық етіп көрсетеді. Жұрттың бәріне әр нәрсеге шағымданады. Бірақ жағдайды өзгертуге, өмірді өзгерту үшін ештеңе істемейді. Бірінші кезде бұл шағымдарды қалыпты қабылдаймыз. Ол адамның басына күн туғыш, ылғи жолы болмайды, қайтеміз енді. Алайда кейін мәселе тек жағдайда емес, сол адамның өзінде екенін түсінеміз. Әркімге, әр нәрсеге шағым айту әдетін өмір салтына айналдырып алғанын байқайсыз. Ол саналы яки түйсік тұрғысында шағымдардың бәрін манипуляция жасау үшін қолданады. Оның мақсаты сізді кінәлі сезіндіру, өзіне деген аяныш білдіріп, рақымыңызды тудыру. Көбіне мұндай жағдайда манипуляцияға ереміз. Өзімізді оның мәселесін шешуге міндетті адамдай сезінеміз. Ары кеткенде оның шағымын тыңдап, жұбатамыз. Өзгенің шағымын тыңдай берсек, не болады? Шағым айтушылар сұхбаттасынан аяныш сезімін тудыра алады. Көбіне олардың бақытсыздығына шынайы әлде ойлап шығарған, жанымыз ашып, олардың мәселесін өзіміздікіндей қабылдаймыз. Бұл күш қуатымызды кәдімгідей тонайды. Біздің эмоционалды ахуалымыз өзгереді. Біздің эмоциямыз енді басқа адамның жағдайына тәуелді боп қалады. Фрустрация сияқты сезім. Өзімізді кінәлі сезінеміз, қайғырамыз. Мұның бәрі мида гормоналды өзгерістерді тудырады. Соның нәтижесінде эмоционалды дисбаланс туады. Өз мәселеңізді шешу қиындайды. Зейін шашыраңқы болады. Жаман ойлар туындайды. Фрустрация. Латын тіліне алғанда алдау, сәтсіздік, аяқталмаған үмітті білдіреді. Алға қойған мақсаттарына жете алмаған, жоспарлары күл талқан болып күйреген адам басынан өткеретін уайым, үрей билеген психологиялық жай күй. Шағым айтушылардың жетегінде кетпеу үшін не істеуіміз керек? Өмір біздің жоспарымызды үнемі бұзып, өзгертіп тұрады. Кейде күтпеген жағдайлармен, түйткілдермен бетпе-бет келуге тура келеді. Сәтсіздікке ұшырағанда әрдайым фрустрация сезінеміз, күйініп кетеміз. Мұндай нашар сезімдерге байланып қалған дұрыс емес. Біз мұндай сезімдер мен шағымдарға көп күш жұмсаймыз. Сол қуаттың бәрін алдан тосқан кедергілерді жеңуге, барлық қиындықтарды жеңуге жұмсасақ болар еді. Шағым айтушылар өзін осылай ұстайды. Оларды мақұлдай берген жөн емес. Біз ұзын сонар шағымды тыңдай беруіміз шарт емес.
Өзгенің қиындығын өзіміздікіне айналдырудың да қажеті жоқ. Біз бөтен адамның түйткілін шеше алмаймыз. Бізге өзіміздікі де жетеді. Ендеше не істеу керек? Ара қашықтықты сақта. Мүмкіндік бар кезде үнемі ара қашықтықты сақта. Олар саған манипуляция жасауға тырысады ғой. Олар айтқан шағымға көңілді аз бөлген сайын өздері де тыңдамайтыныңды түсінеді. Олардың негативін, уайымын тыңдамасаң, оған қуатың жұмсалмайды. Шағым айтушыға оның түйткілі тек оныкі екенін сездір. Шағым тыңдауға уақыт тапсаң, ендеше сол шағым айтушыға оның өмірдегі басты қиындығы осы жағдайға және жалпы өмірге көз қарасында жатқанын түсіндір. Оның мән жайына қатты кірісіп кетпе, өз күшімен өз мәселесін шешуді үйренсін. Осалдығыңды көрсетпе. Ісің манипуляторға түсіп тұрған соң, оған оның түйткілін шешуге тырысатыныңды көрсетпе. Әрине сізде эмпатия болуы ықтимал. Алайда жағдайды бақылап, егер бұл түйткілдің сізге тікелей қатысыңыз болмаса, көмек көрсетуге құлшынба. Шекара орнат. Мұндай адамнан бұдан бұлай сізбен өмірлік трагедияларын айтып мазалама, шағымдар айтып шаршатпа деп талап етіңіз. Осы негативті тыңдаудан жалықсаңыз, оған бұны ашық айтуға құқығыңыз бар. Маған шағымданба деңіз. Үнемі шағымданатын құрбыңыз не туысыңыз бар ма? Әрекет жасаңыз. Олардың ойынын ойнамаңыз. Әйтпесе өз өміріңізге осынша негативті енгізгеніңізді сезінетін боласыз.